Ыстық құм бойда бар табың, жаныма жақын әр талың. Өзгеге шағын бір көлсің, мен үшін айдын шалқарсың деп. Ақұштап Бақтыгереева апамыз жырлағандай, осынау киелі өңірде артына өлмейтұғын сөз қалдырған саңылақ суреткер, бір-бірімен туындай тұтасқан 6 томдық тарихи революциялық романдар циклін жазып қалдырған тамаша сөз зергері, басына талант дейтін тарыдай бақ қонған, бойына шығармашылықтың таудай азабы дарыған бейнеткердің бірі Хамза Ықсанұлы Есенжанов дүниеге келген. Жемісі мол ағаш егілген топырағына қарай түйнек тастайтыны сияқты, жазушының құлашы да өскен ортасы бала жастан алған тәлім тәрбиесіне байланысты. Хамза Есенжановтың туған топырағы болашақ жазушыны уызына жарытып өсірген. Ол Шалқар көлінің жағасында, Аңқаты өзенінің көлге құяр сағасында, шағын балықшы ауылында, шұғыл елді мекенінде 1908 жылы 25 желтоқсанда дүниеге келген. Бұл жерді халық арасында саға немесе жері мал жайылымға шұрайлы қарабас шөбі өскендіктен қарабас деп те атайды. Хамза көргенді тәрбиелі ауылда дүниеге келіп, оқуға бауланып, ұстаз алдын көрген. Мұнда оқиды ұрпағы Хамзағаның, меңгеруге ұмтылған әр саланы. Ұлттық дәстүр аруждан ата салтын, болашаққа апарар жалға бәле. Туған жердің елітіп күйіне мың, шерту үшін ел сырын сүйіне бір. Сары өмірдің қырынан әр астыда дүбіріне қосылды дүниенің. Өз ұлтының өткенін, келешегін және ерлік, елдік тарихын мақтан тұт деген Хамза Ықсанұлының осы қанатты сөзінен елін қадірлеуге, жұртын сүюге бастап алатындай. Әдебиетші ғалым Серікқали Шарабасовтың тағдырдың қасірет қойтастарының арасынан қайсар әдебиет шыбығы Хамза Есенжанов жарып шықты да, тамырлы жапырақты алып бәйтерекке айналды дегені, жазушының сүрген өмірі мен жазған туындылары мұражай төрінен орын алатындай дәрежеде екенін анық байқатады. Мектебіміздің бірінші қабатынан тарихи өлкетану мұражайы орын алған. Мұражай төрінде төл туындылары, қолжазбалары, тіпті өзі тұтынған жәдігерлері көздің қарашығындай сақталуда. Ақжайық романы Еуропа үлгісінде жазылған тұңғыш классикалық туынды. Мұхтар Әуезов берген осындау бағалы пікірді жазушының трилогиясын оқыған адам ғана түсіне алады. Жазушының өмір жолы да азаматтықтың үлгісіне, қаламгерлік ерлікке, биік парасатқа толы. Коммунистік қоғам тұсында сталиндік репрессияның құрбаны болып, талай жылдарын итжеккенде өткізген қаламгер халқымен, туған жерімен қайта қауышқаннан кейін жігері мұқалмаған қайсар қалып танытып, оқырмандарына сүбелі романдар сыйлады. Біз жазушының және оның замандас қаламгерлерінің көркем шығармаларын оқып өсіп келе жатқан ұрпақпыз. Адамгершілік өлшемдерінің, ақыл-ой парасатының сабақтарын осы суреткерлердің көркем де өнегелі туындыларынан үйреніп келе жатырық десек те болады. Хамза Ықсанұлының жеке өмір үлгісі, ғибратты сөздері де жас ұрпақтың жан-жақты қалыптасуына зор ықпалын берері сөзсіз. Хамза Ықсанұлының портретінен бастап, отбасымен, бауырлармен және қоғам қайраткерлерімен, ақын жазушылармен, өнегелі адамдармен түскен суреттері көп нәрсені ұғындырады. Жалпақ жұртыңды
игі алашыңды құрметтеу алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан басталатыны сөзсіз. Жазушыны және еңбектерін ұлықтауда мектебімізде жылда дәстүрге айналған шаралар кезегімен өтуде. Тақырыптық тәрбие сағаттары, Хамза оқулары, шығармаларына байланысты түрлі тақырыпта эссе байқаулары ұйымдастырылса, шығармаларынан көріністер қойылып, ұрпақ бойына ел жандылықтың дәнін себуге мектеп мұғалімдері ат салысып келеді. Мектебімізде Қайсар таланттың 100 жылдығынан бастап 105, 110, 115 жыл толуына орай аймақтық, аудандық, облыстық семинарлар мен республикалық шаралар өткізіліп жатыр. Оған тек оқушыларымыз ғана емес, ауыл тұрғындары, облыс, республика қонақтары куә. Ізгілік үшін туғандар іздеусіз түбі қалмайды. Қайсарлық жолын қуғандар сіздерден үлгі алғайды. Дәстүр бойынша мектебіміздің бірінші қабаты Хамза қабаты деп аталады. Оның өмірі, тәрбиесі, оқығандығы, шежіресі, шығармашылығы, қасірет шеккен айдаудағы жылдары туралы марапаттары, жалпы жазушы туралы толық мағлұмат бірінші қабаттағы барлық пән кабинеттерінің есіктерінде сайрап тұр. Есенжановтың шығармаларынан және өлеңдерінен өмірлік цитаталар, ол туралы айтылған аға-апаларымыздың құнды пікірлері мен ойлары қабырғаларда сыр шертіп тұр. Осындай мәліметтерді күнде көріп, оқып, жаттап, санасына түйіп өскен бала жаман болмасы анық. Өнімді еңбек еткен өршіл жазушы, майталман қаламгер Хамза мұрасы қазақ әдебиетін байытқан, оған соны бейнелер мен айшықты суреттер әкелген, тіл ұстартып, шеберлікті тереңдеткен мол мұра. Ендеше ердің бағасы елге еткен еңбегінің зор яки кішілігінде емес, елге деген жүрегінің таза болуында, телегінің елмен ортақ болуында. Ер өмірінің өрі мен көрі де ел өмірінің өрі мен көрінің бір болуында деген Мағжан Жұмабаевтың қасиетті сөзі біз сөз етіп отырған Хамза ағамызға айтылғандай. Хамзаға талантыңа тәжетем, тойыңды тойлап жатыр атам екен, туған жер кеудесінде перзент үшін махаббат мәңгі сөнбей жатады екен.